Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тақияның тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге бастың өлшемі керек болады. Және сол өлшем бойынша лекала сызамыз. Тақияның төбесін қиып аламыз. Негізгі матаға және астарлық матаға. Негізгі матадан осындай 4 бөлік қиып аламыз. Шолпыға арналған. Бұның размері ені 12, ұзындығы 19. Бұл үлкен размерге, 56 размерге шолпының ені мен ұзындығы кішкене үлкенірек болады. Және біреуіне дублерин басамыз. Мына жерде де тақияның төбесінің біреуіне дублерин басамыз, ал астарлығын тек қиып аламыз. Және бізге осындай маңдайына 2 полоска қажет болады. Полосканың ұзындығы тақияның өлшеміне байланысты болады. Мысалға 56 размер тігетін болсақ, 2 сантиметрге үлкенірек қылып аламыз, яғни 58 қылып қиып аламыз. Ені бізде 9. Екі шетіне 1-1 сантиметр тігіске жіберетін болсақ, дайын күйінде ені бізде маңдайшасы 7 сантиметр болады. Ал енді бастаймыз. Бисмиллах. Алдымен біздер шолпыны біріктіріп алатын боламыз. Көмекші сызық арқылы тігіс жүргіземіз. Біздер шолпыны тігіп және шеттерін осылай қиып алдық. Енді оң қаратып өтек басамыз. Өтек басып келдік. Енді шетінен 0,5 тігіс жүргіземіз. Әдемілік үшін. Енді тақиямыздың төбесін біріктіретін боламыз. Достар, және де осындай линейканың және булавканың көмегіменен көмекші сызықтар сызып аламыз. Бұл сызықтардың үстінен қазір тігіс түсіретін боламыз. Және бұл тігістерді салғаннан кейін тақиямыз өте әдемі көрінетін болады. Мінекей достар, бір жағын тігіп көрсетіп жатырмын. Және дәл осылай осы 3 бөлікті де тігетін боламыз. Мінекей достар, 4 шетіне осылай сырып тігіс түсіріп шықтым. Ішінен қарағанда осындай болып тұрады. Сіздер де осындай тігіс салсаңыздар, тақияларыңыз өте әдемі көрінетін болады. Енді достар, маңдайшаменен төбесін біріктіретін боламыз. Ол үшін біздер маңдайға тігілетін мына полосканың центрін тауып аламыз. Тақияның 4 шетін тапқандай, бұның да 4 шетін тауып аламыз. Мінекей. Астынан және үстінен сразу белгілеп кетеміз центрді. Мінекей. Осылай. Және екінші жағының центрін табамыз. Мінекей, мына 2 центрді біріктіріп, жанының центрін табамыз. Тақияның құлақ жағының центрі. Центрін табамыз. Мінекей. 1, 2, 3 және 4. Сіздерге анық көріну үшін мен ручкамен белгілеп жатырмын. Мінекей. Тақияның маңдайшасының центрін таптық. Енді осы белгілеген центрларға төбенің центрларын біріктіріп, булавкамен түйреп, көктеп алатын боламыз. Астарында дәл солай белгілеп аламыз. Мінекей. Астарды да дәл осылай белгілейтін боламыз. Мінекей. Яғни мына центрменен мына центрді біріктіріп, келесі центрді табамыз. Мінекей. Өте оңай, әрі тез. Астарлық маңдайшаның да центрін белгілеп қойдық. Енді астарлық маңдайшаны да көктеп біріктіретін боламыз. Және негізгі матаны да маңдайша мен төбені біріктіретін боламыз. Көктейміз қолмен. Енді центрменен центрді белгілейтін боламыз. Тақияның мына шеті маңдайша болады. Және борсын қараймыз. Мен матаның борсы төменге қарап тұрған күйінде тігемін. Енді тура мына маңдайшаға, мінекей, тура мына маңдайшаның центрына тақияның алдыңғы центрін маңдайшаға әкеліп, булавкамен түйрейміз. Мінекей. 2 центрді біріктірдік, және осыны булавкамен түйрейтін боламыз. Осылай. Және келесі центрді, мінекей, оны да осылай булавкамен түйрейтін боламыз. Әрбір центрді центрге әкеліп, булавкамен түйреп қоямыз. Ерінбей булавкамен түйреп, көктеп тіксеңіздер, тақияларыңыз өте әдемі болып шығады. Мінекей. Осылай
центрға әкеліп булавкамен түйреп қоямыз. Енді тақиямызды айналдыра қолмен көктеп шығатын боламыз. Мінекей. Тақияны асығыс тігетін болса, әдемі шықпайды. Асықпай көктеп тіксеңіз, өте әдемі шығады. Өзіңіз ойлағандай шеттерінің бәрі түп-түзу болып әдемі болып шығады. Достар, байқасаңыздар, мен тақияға ешқандай фильтр салып қатайтып жатырған жоқпын, немесе дублиренді 2 рет 3 рет қатайтып жатырған жоқпын. Оны 2-3 рет қабаттамай-ақ та осылай формасын жақсы ұстайтын болады. Мен бірнеше тақияны осылай тігіп, заказға тігіп тапсырғанмын. Ешқандай жалып болған жоқ. Керісінше бәріне ұнады. Сіздерге де айтар кеңесім, оны қатайтып, оның тігісін қиындатудың қажеті жоқ. Тақия онсыз да басқа келген кезде өзінің формасын ұстайды. Және біз велюр матасынан тігіп жатырмыз, ол да өте қалың мата. Мінекей болып қалдық. Мінекей достар, қолмен көктеп алдық. Енді айналдыра машинкамен тігіп шығамыз. Және астарлық матаны да дәл осылай көктеп алып тіксеңіздер болады. Достар, тақияның астарлық матасын біріктіріп жатырғанда где-то 7 сантиметрдей бос жер қалдырып кетіңіздер. Бізге оң қарату үшін керек болады. Мінекей достар, машинкаға салып айналдыра тігіп шықтық. Енді көмекші көктеген тігісімізді алып тастаймыз. Достар, енді тақияның шетіне насечка береміз. Тігіске жеткізбей, осындай қиықтар түсіреміз. Оң қаратқан кезде әдемі болу үшін. Және бәрі осылай жасайды. Және оң қаратып қараймыз. Мінекей достар. Дәл осылай қайталап тігетін болсаңыздар, сіздің де тақияңыз осындай әдемі болып шығады. Қаласаңыз шетіне өтек бассаңыз болады, немесе өтек баспай-ақ осылайда қалдыруға болады. Мінекей достар, астарды да осылай булавкамен белгілеп аламыз. Центрын центрға келтіріп. Және мына жерінен 7 сантиметрдей ашық орын қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге оң қарату үшін қажет болады. Мінекей достар, астарды да біріктірдік. Енді шеттерінен насечка береміз. Достар, шолпыны тігу үшін тақияға біз өлшем алған кезде, бастың өлшемін алған кезде маңдайын өлшейміз. Құлақ тұсын өлшейміз. Және шолпыны қай жерге қондыратынымызды есептейміз. Менің есебімде центрден екі жағына қарай 10-10 сантиметрден белгіледім. Ол менің 56-шы размерімнің тақиясының маңдайшасы. Егер де кішкентай баланың тақиясын тігетін болсаңыздар, шолпысын қадамас бұрын маңдайын өлшеп, примерно қай жерге қондыру керек екенін өлшегеннен кейін маңдайдың центрынан белгі саласыздар. Достар, бір айта кететінім, біз тақия тіккен кезде шолпыны былай тікесінен тікпейміз. Тікесінен тіге салмаймыз. Неге десеңіз, тақия тіккен кезде бастан сәл жоғары қарай көтеріліп тұрады былай. Тақия былай тұрмайды, былай тұрады қыз баланың басында. Сол себептен біз қиғаштап кішкене 1 сантиметр шолпының артқы жағынан қиып тастаймыз былайынан. Сосын барып қадасақ, өте әдемі тұратын болады келген кезде. Егер біз оны былай тігетін болсақ, келген кезде әдемі болмайды. Екі шолпыны біріктіреміз. Және 1 сантиметрге қиғаштап қиятын боламыз. Мінекей достар, айтқанымдай қиғаштап қиятын боламыз. Көтеріліп тұрған жағы маңдайға қарай, ал қиған жағымыз артқа қарай тігіледі. Біз шолпыны тігетін жерді белгілеп алдық жаңа, және сол жерге тігетін боламыз. Достар, биіктеу жағын маңдайға қарай, ал қиғаштап қиған жағымызды артқа қарай жібереміз. Жаңағы белгілеп алған жерге шолпымызды тігеміз. Осылай. Шолпымызды осылай тігетін боламыз.
және екінші жағын дәл солай белгілеген жерге тігетін боламыз. Біз мына жерге белгі салдық. Қазір осы жерге тігіп шығамыз. Достар, шолпысын тіктік. Енді астар мен негізгі матаны біріктіреміз. Ол үшін тақиямызды теріс қаратамыз. Тақиямызды теріс қаратып, астарын біріктіретін боламыз. Бұл жерде де центрменен центрда булавкамен түйрееміз. Осылай булавкамен түйрееміз. Және алдыңғы маңдай жаны да біріктіріп түйрейтін боламыз. Машинкамен астар мен негізгі матаны қосып шығамыз. Тігіске 1 сантиметр береміз. Мінекей достар, астар менен негізгі матаны біріктірдік машинкамен. Енді оң қарататын боламыз. Жаңа қалдырған ашық жерден оң қаратамыз. Жаймендеп. Өте оңай, әрі тез. Оң қараттық. Енді достар, астары ұсайды. Бұл былай жұмсақ болғанымен киген кезде бастың формасына кигізіліп, әдемі болып тұрады. Оны фетрмен қатырудың қажеті жоқ, менің ойымша. Мінекей, осымен тақиямызды тігіп болдық. Мінекей достар, енді мына жерін машинкамен біріктіріп жіберуге болады, немесе қолмен көктеп жіберуге де болады. Мен машинкамен біріктіріп жіберемін. Мінекей достар, ешқандай қиындығы жоқ. Жаңағы ашық қалған жерді мен машинкамен тігіп жібердім. Енді достар, осы дайын болған тақиямыздың маңдайына сырып тігіс түсіреміз 1 сантиметр. Тақияны сырып тікпестен бұрын тақияның мына жеріне қазір 1 сантиметр тігіс түсіреміз әсемдік үшін. Және жоғарынан тағы да тігіс түсіреміз. Және бұрыштап тағы бір тігіс түсіреміз. Ол тақиямыздың бір жағынан әсемдік үшін, бір жағынан астарды ұстап тұруы үшін. Достар, булавкамен түйреп алсаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады тігу. Булавка бізге көмекші ретінде. Мінекей достар, тақияны айналдыра булавкамен түйреп шықтым. Қазір шетіне тігіс түсіретін боламыз 1 сантиметр. Булавка түйреген себебім, қазір тігіп жатырғанда іші қайырылып қалмау үшін, немесе қисық болып кетпеу үшін. Мінекей достар, астына тігіс салып шықтым. Енді үстіне тігіс салатын боламын. Астынан қарасаңыздар, еш жері қисайып, майысып кетпеген, бәрі түп-түзу тігілген. Мінекей достар, тақияның үстіңгі бөлігіне де тігіс салып шықтық. Мінекей, тақиямыздың үстіне де және астына да осындай тігіс түсірдік. Енді центрді тауып алып, мінекей, маңдайдың центрін тауып алып, мінекей, бұрыш салатын боламыз. Яғни центріміз біздің мына жерде бұрыш саламыз. Осындай бұрыш суреттерін салып, осылай сызып алып, тігіс түсіреміз. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Әсемдік үшін мен постоянно саламын. Мінекей достар, осылай. Центрден бастап, әсемдік үшін салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Салсаңыздар әдемі болып тұрады. Осылай тігеміз. Мінекей достар, тақиямыз дайын болды. Өте оңай, әрі тез. Осылайша тақиямызды тігіп болдық. Астары осындай болып тұрады.
ішкі жағы, мынау оң жағы. Осымен тақиямызды тігіп болдық. Қалауынша мына жерлеріне әшекейлер тағуыңызға болады. Дәл осы тақиядағыдай әшекейлерді тақсаңыздар болады. Баршаңызға пайдалы болсын. Баршаңызға сәттілік және пайдалы ілім болсын.